8-ші сабақ көбейтіндіні бағалау деп аталады. Мындай мысалы бір көбейтіндіні алайық. 54 көбейту 7. Ең бірінші бұл енді 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту. Бұл жағдайда не істейміз? 54-тің бірінші кем, яғни 54-ке дейінгі нөлмен аяқталатын санын аламыз. Ал енді оң жағына 54-тен үлкен нөлмен аяқталатын санын аламыз. Яғни ол 60 болады. 50-ді 7-ге көбейтсек 350. 60-ды 7-ге көбейтсек 420. Бұл не деген сөз? Берілген мына көбейтіндінің мәні 350 мен 420 аралығындағы бір сан болады деген сөз. Яғни осы берілген көбейтудің төменгі шекарасы 350, жоғары шекарасы 420. Ал енді 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға көбейткенде қалай болады? Ең бірінші сол жағына біз әр қайсының кем, яғни осы берілген саннан кем дөңгелек санын аламыз. 23-тікі 20, 47-нікі 40. Ал оң жағына берілген сандардың, яғни берілген көбейткіштердің үлкен, артық нөлмен аяқталатын сандарды аламыз. 23-тікі 30, 47-нікі 50. Енді көбейтеміз. 20-ны 40-қа көбейтсек 800. 30-ды 50-ге көбейтсек 1500. Сонда берілген көбейтіндінің мәні 800 бен 1500 аралығындағы сан. Демек, шекарасы, төменгі шекарасы 800, жоғарғы шекарасы 1500 деген сөз. Дәл осылай А, Ә, Б-сын толығымен көрсететін боламын. Берілген, мына 54 көбейту 9. Жақсы. 54-тің кіші, яғни кем нөлмен аяқталатын санын 50 деп аламыз, ал оң жағына 60 деп аламыз. Ал енді мына бір таңбалы 9-ды дәл солай қалдырамыз. 50-ді 9-ға көбейтсек 450, 60-ды 9-ға көбейтсек 540. Демек, мына берілген көбейтіндінің төменгі шекарасы 350, жоғарғы шекарасы 540. Дәл солай енді екінші, 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға көбейту. Артық нәрселерді өшіріп тастайын. Келесі, міне 27 көбейту 53. Сол жағына осы берілген сандарға дейінгі, яғни кем нөлмен аяқталатын. 27-нікі 20 болады, 53-тікі 50 болады. Ал оң жағына дәл осы көрсетілген көбейткіштердің артық, яғни үлкен мәндерін аламыз. 27-нің 30 деп аламыз, 53-ті 60 деп аламыз. 50-ді 20-ны 50-ге көбейтсек 1000, 30-ды 60-қа көбейтсек 1800. Демек, төменгі шекарасы 1000 және жоғарғы шекарасы 1800. Берілген көбейтіндінің мәні 1000 мен 1800 арасындағы сан деген сөз. Түсінікті ғой, Келесі, енді 3 таңбалы санды 2 таңбалы санға көбейтеміз. Дәл солай, сол жағына кіші, яғни кем, 871-ден кем 800. 25 кем 20 деп аламыз. Нөлмен аяқталатын, Ал енді оң жағына артық, 871-ден артық нөлмен аяқталатын ол 900. 25-тен артық ол 30. 8, 2, 16, 3 нөлді тіркейм. Сонда 16 000. 9-ды 3-ке көбейтем 27, 3 нөлді тіркейм 27 000.
Демек, 16 мың төменгі, 27 мың жоғарғы шекарасы. Дәл солай мына В-сын орындау қажет. Бірінші 176-ны 100, 421-ді 400 деп, яғни кем мәнін аламыз. Ал енді оң жағына артық 200 көбейту 500 деп аламыз. Түсінікті болды ма? Ендеше, мына жерде үшінші тапсырма ұнап тұр. Дәлелде дейді. 15 көбейту 36. 15 көбейту 36. Яғни, дәл осы көбейтіндінің төменгі шекарасы 300, жоғарғысы 800 ба. Соны дәлелдейтін боламыз. 15, 10 көбейту 30 дейміз. Ал енді оң жағына артық мәнін 20 көбейту 40 дейміз. 10-ды 30-ға көбейтсек 300. 20-ны 40-қа көбейтсек 800. Яғни дәл шықты. Төменгі шекарасы 300, жоғарғы шекарасы 800. Яғни біріншісі дұрыс екен. Дәл солай қалғандарын да дәлелдеу қажет. Көбейтіндіні бағала, шыққан нәтижені есептеу арқылы тексер дейді. Осы жерде міне 3 таңбалы санды 3 таңбалы санға көбейтуді көрсетейін. Жазамыз. 552 көбейту 896. Енді мына жерде кем мәндері, 500 көбейту 800. Мына жағында артық мәндері 600 көбейту 900. 5-8-ім 40, 4 нөлді тіркейм, сонда 400 мың болды. Енді 6-9-ым 54, 4 нөлді тіркейм, сонда 540 мың болды. Төменгі шекарасы 400 мың, жоғары шекарасы 540 мың. Енді бізге не дейді? Мына есептеу арқылы тексер дейді. 552-ні 896-ға көбейтейік. 552 көбейту 896. Сонда мәні 494.592 шықты. Яғни, мына берілген сан нені білдіреді? Бұл сан 400-ден артық болып тұр. Яғни, мен мына ортасын қазір өшіріп, осы санды жазайын, 494.592. Міне, яғни 494.592-ден кем, және де осы сан 540 мыңнан кем. Яғни біздің теңсіздігіміз дұрыс деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпа.